Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Қыстың күні рахаттанып шөліңіз қандырып ішетін осындай өріктің өзінен және де ассорти компотын жабатын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді әрі күшті болып шығады. Парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен ішіне салынатын заттарымызды дайындап аламыз. Бізге мята керек болады. Алманы ортасынан бөліп, жуып, жақсылап тазалап аламыз. Шиелерімізді жақсылап жуып тазалап аламыз. Және де өріктерді шірімеген, ірімеген жақсылап жуып тазалап аласыздар. Банкілерімізді тазалап жуып алып, қайнап тұрған суда жақсылап стерилдеп аламыз және де төңкеріп қоямыз. Сосын барып жаңағы заттарымызды ішіне салатын боламыз. 3-4 штуктан алма, 5-6 штук өрік саласыздар және де 1,5-2 кеседен шие саласыздар. Шиені 1,5-2 кесе салсаңыздар, көптей қып салсаңыздар, қиып қызыл болып түсі әдемі болып және де дәмді болып шығады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай сала беріңіздер. Осылай барлық банкаға жайғастырып шығамыз. 4-5 штук алма. Егер менде бұл жерде 3 литрлік банкаларыңыз үлкен болса, ішіне заттарын көптеу салсаңыздар болады. Қант салатын кезде де 2 кесе, 2,5 кесе салса болады. Тәтті болсын десеңіз, барлығын жақсылап салып аламыз. Суымыз бізде жақсылап, сақырлап, қайнап тұрған болу керек құярдың алдында. Қантты 2 рет қайнатпастан біріншісінде салып дайындап алсаңыздар да болады. Немесе екінші рет қайнатып суын төккен кезінде, сол кезде салсаңыздар да болады. Мен ассорти компотына ішіне құйып алдым. Бірінші жақсылап сақырлап тұрған суымызды үстіне толтырып құйып аламыз. Біздің суымыз жақсылап қайнап тұрған болу керек. Банкаларыңыз жақсылап жуып, тазаланып, және де ішіндегі заттарыңыз ірімеген, шірімеген болса, банкаларыңыз жақсы тұрады. Құдай қаласа атылмай әдемі болып тұрады. Енді өріктен жабылып атқан банкілердің ішіне 9-10 штуктан өрік саламыз және де 1 штуктан осындай бір тал жапырақтан мята жапырағын саламыз. Жақсылап қайнап тұрған суымызды ішіне құйып аламыз. Құйып крышкасын жауып 10-15 минутқа барлығына тындырып қойып қоямыз. Өріктің ішіне қантын әлі салған жоқпын. Қазір бұлардың барлығына екінші рет суыны сразу кастрюльге төгіп, қайтадан бір қайнатып, ішіне құйып алғаннан кейін барып, бетінің крышкасын жабамыз. Закривашкамен жақсылап жауып алыңыздар. Байқап абайлаңыздар, банкілеріңіз сынып кетпесін. Егер осы кезде ішінде ауа кіріп қалып, немесе банкаларыңыз жақсы жабылмай қалса, немесе сынған банкіге істесеңіздер, сіздердің банкаларыңыз атылып кетеді. Банкаларыңыздың атылмауының ең жақсы жолы сол суды жақсылап 2 рет сақырлатып қайнатып құясыздар. Ішіндегі заттарыңыз ірімеген, шірімеген болса, және де осы закривашканы жақсылап жапсаңыздар болғаны. Осылай жақсылап ары-бері домалатып, ішінде кішкене қантыны ерітіп, жақсы жауылған ба жоқ па, суы төгілмейтін осылай байқап тексеріп аласыздар. Мына өріктіңде екінші рет суын төгіп қайнатып құйып жатырмын ішіне. Ішіне қантын салып, суыны құямыз. Суын құйып қойғаннан кейін крышкасын бетіне қойып, тағы да 10-15 минутқа қалдырамыз демалтырып. Бізде кішкене өзінің түсі, светі шығып, кішкене қанттары еріп, әдемі болып тұрады. Сосын жаңа банкілеріңізде уже кішкене шариктармен сулар төбеге бетіп шығып атқан кезде уже 10-15 минуттан кейін уже сразу закривашкамен жаба берсеңіздер болады. Ыстық қайнап тұрған суымызды құямыз. Байқаңыздар, осы жаңа бірінші құйылған суыны төгіп тастамаңыздар. Су төккен жаңағы кастрюль қазандарыңызды қайнатқан суыңызды қайтадан осы ішіндегі суын төгіп, екінші рет қайнатып, сосын барып құясыздар. Түсінбесеңіздер, егер сұраңыздар. Енді закривашкамен жақсылап жауып аламыз. Жаңағы жауып жатқан крышкаларыңызды 1 рет суға қайнатып алыңыздар, 2-3 минутқа, немесе ыстық суға, қайнаған суға құйып қойыңыздар. Енді тексереміз, жақсылап қантыны кішкене ерітіп жібереміз. Қазір бізде бұл ыстық болып тұр. Бір түнге барлығын жақсылап адиол көрпеге орап қоясыздар, бір түн қалдырып. Сосын тағы да көресіздер, қанты жақсы еріді ма жоқ па. Одан кейін барып
салқын жерге немесе подвалға түсіріп қойсаңыздар болады. Осымен біздің банкілеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыста рахаттанып, өздеріңіз ішетін боласыздар. Парақшама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Баршаңызға рахмет. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтыны сөзсіз.